Жегенде қытырлақ, өзі сондай дәмді әрі оңай дайындалатын пп салаттың бірі кәдеден жасалған ролл. Жасап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Ең алдымен тазартып алған кәдімізді, яғни кабачкемізді пышақтың көмегімен осылай етіп кесіп алатын боламыз барлығын. Бізде бір қана кәдеден осындай бір тарелка әдемі салат шығатын болады. Барлығын осылай турап аламыз. Мінекей, мен барлығын осылай турап алдым. Енді кезекте жұмыртқамызды алып, шұңқырлау ыдысқа жарып, оның үстіне кішкене шым-шым тұз салып, шанышқының көмегімен әдемілеп араластырып алатын боламыз. Оны бірақ осындай жайпақ ыдысқа саламыз, кәдіміз толық бату үшін. Менде осындай сухари, сіздер қандай сухари қолдансаңыздар да бола береді. Пергаментіне қағаз төсеп қойдым. Енді кезекте ең алдымен жұмыртқамызға батырып кәдімізді, одан кейін сухариге батырып, пергаментіне қағаздың үстіне қоятын боламыз. Осылай барлығын жасап шығатын боламыз. Осыны жасап атқанда духовкамызды қосып қоямыз 190 градусқа. 20 минутта пісіп шығатын болады бізде. Мінекей барлығын жасап болдым. Қызып тұрған пешімізге 20 минутқа пісіріп алатын боламыз. Ол пісіп шығам дегенше сарымсағымызды майда етіп, кубик етіп турап алатын боламыз. Мінекей, оның үстіне укроп, яғни ұнтты өте майда етіп турайтын боламыз. Үстіне майонез құйып, барлығын қасықтың көмегімен араластырамыз. Мінекей, осындай болып шығады. Енді кезекте бізде қызанақты осылай етіп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Енді кезекте салат жапырағында осылай етіп әдемілеп бөлікке бөліп алатын боламыз. Мінекей, бізде барлық салынатын салманың бәрі дайын болды. Духовкамызде кәдімізде піскен екен. Мінекей, аламыз. 5-10 минутқа кішкене суытып, содан кейін орасаңыз да болады, немесе сразу орасаңыздар да болады. Мен сразу орадым. Майонезден жасалған салмамызды жағып, жапырағымызды қойып, помидорымызды салып ішіне осылай дөңгелетіп орайтын боламыз. Барлығын осылай орап шығамыз. Менен барлығымен орап біттім. Өте керемет, дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Маған тіркеліңіздер.